Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге томатный сок қызанақты шырын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен банкаларымызды жақсылап жуып, парлап аламыз. Оның ішіне укроп таяқшаларын салып шығамыз. Құрамына қажетті заттардың мөлшерін сілтемеге жазып қалдырамын, қарап алсаңыздар болады. Әр банкаға мен 3 тал сарымсақтан салып шықтым. Банкаларға болгар бұрышын бөліп 3-4 түйірден салып шықтым. Капуста салып шықтым 40 қабат. Әр банкаға осылай капуста салдым. Құрметті көрермендер, менің видеом ұнап жатса, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Енді оның үстіне қызанақтардан салдым. 5-6 қызанақ әр банкаға салып шықтым. Өте толтырмадым. Әр банкаларға осылай 4-5 қызанақтан салып шықтым. Қызанақтардың ішінде ең қаттысын, әдемісін таңдап банкаларға салдым. Енді банкаларға қайнап тұрған су құйып шығамыз. Қайнаған суымызды банканың бетіне дейін құйып, толтырып құямыз. Жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Құрметті көрермендер, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді осы суымыз салқындаймын дегенше мен қызанақтарды алып, тазалап, ет тартқыштан өткізіп аламын. Жарты сағат уақыт өткеннен соң суымызды төгеміз. Банкаларымызға енді екінші рет қайнаған су құйып толтырып шығамыз. Екінші суымыз енді салқындаймын дегенше мен ет тартқыштан қызанақтарымды өткізіп алдым. Енді оны елеуіштен өткізіп шығамын. Осылайша қызанақтардың суын шығарып алдым. Мінекей қалған қызанақтардан енді икра жасайтын боламын. Сол үшін мен суын толық алмадым. Мінекей 10-15 килограмм қызанақтан осындай томат соғы шықты. Енді алынған қызанақтың шырынын газға қойып аламыз. 10-15 минут көлемінде қайнатамыз. Көбігін алу шарт емес, осылай былғап тұрамыз. Кішкене түршектеу болса, 2 қасық қант салып жіберемін. Неке қызанағымыз қайнап жатыр, енді банкадағы суларын төгіп дайындап аламын. Енді банкаларымызға қара түйірлі бұрыш, лавр жапырақтарын салып шығамыз. Томатный согымыз әдемі болып қайнап жатыр, енді банкаларға жаба беруге болады. Крышкаларымызды қайнаған суға басып аламыз. Банкалардың ішіне 1 ас қасықты толтырып, тұз салып шығамыз. Томатты шырынымызды банкаларға толтырып құйып шығамыз. Bir шай қасықпен уксус құямыз. Үстіне крышкаларын басып, банкаларымызды жауып аламыз. Міндетті түрде осы қызанақты шырынды жасап көруіңізге кеңес беремін.
Міне бізде осындай қызанақты шырын дайын болды. Көрінісі керемет. Ішінде капустасы, бұрышы, қызанақтары бар. Қаласаңыз қыста рахаттанып жейтін, суын рахаттанып ішетін томатты сок дайын болды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.